Сәлем достар, біз бүгін пеште тартылған етпен кабачки дайындайтын боламыз. Алдымен кабачкиді осылай турап аламыз. Одан кейін ортасын осылай ойып алып тастаймыз. Одан кейін кабачкидің ортасын 2 сарымсақ және 1 пиязды блендерда осылай ұсақтайтын боламыз. Енді осыны тартылған еттің үстіне салып, қалауларыңыз бойынша тұз және дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді начинкамызды осылай ортасына салып шығамыз. Қызанақты жіңішкелеп турап, осылай бетіне саламыз. Үккіштен өткізілген сырды осылай үстіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Біздің кабачкилеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.